Балдар, сабағымызды бастамақ бұрын барлығымыз бақылауға шеңбер. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, аман басып қалайық, бір жапырақ қалайық. Ал салмақ жанамалар. Сабағымызды бастамақ бұрын шарт шеңберін құрып алып, шарт шеңбері арқылы бір-бірімізге жылы сөзді, яғни жылы негізді білген болды, бүгінгі сабағымызға сәттілік болады. Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен, бізге келсін қуанышын іздеген. Шуақ толған жаным жүрегіміз, үлгі асын көрген жан мына бізден дей отырып, ал бір-бірімізге бүгінгі сабақта сәттілік тілейміз. Ал Сәлеміз бүгінгі сабақта жақсы деген бағаларға жетістіктерге жетіп, бүгінгі сабағың ең қуанышты сабақ болсын. Сәттілік. Бүгін Аружан бүгінгі күніне сәттілік. Бүгінгі күнің де қуанышқа толы сәттер болып болсын. Bir dilek. Бүгінгі күніне сәттілік. Бестік бол. Бүгінгі күнің ең қуанышты күн болсын. Бүгінгі күнге сәттілік. Бүгінгі күніңе сәттілік. Бүгінгі күнің Бүгінгі күніңе сәттілік. Бүгінгі күнге сәттілік. Қоғамымыз жақсы. Рахмет. Ал шеңбер құрымдар кәнекей. Мына осындай шеңберді құра отырып, ауызбір шеңбер жараса, бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Бірінші тапсырма үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы сіздерге сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға екі топ болып жауап береміз. Әуелі топ болып жауап бермес үшін біздер топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін мен мына жерде сіздерге сарғышаға тәттілер қойдым. Сол тәттілердің үстімен әрқайсыңыз орындарыңызға отырасыздар. Қарамайған қолды сабақ береміз. Біздерде сабақта кездескен әрбір термин сөздерге анықтама беріледі. Дәптермен жұмыс жасадық па? Дәптерімізді ашып қоямыз. Оған да балдырымыз. Бірінші сұрақ. Көбею сатысы бойынша метоз дегеніміз не? Яғни метозға анықтама береді. Топ бойынша жұмыс жасайды, топ бойынша. Топпен. Белгі береміз. Бірінші топ. Бірінші топты миоз тобы дейік, сіздерді метоз тобы дейік. Ал топтымыз. Канал ташыдан түзілген екі жас ташыстаның хромосом масаның өзгеріссіз қалпында сақталатын үдерісті метоз деп айтамыз. Кім қосады? Анықтамасы, айырмашылық емес, анықтамасын айтыңыздар. Жыныссыз көбею. Келесі сұрақ. Гаметалар дегеніміз не? Білетін болса белгі. Гаметалар. Гаметалар жынысты көбеюде бола ма, әлде жыныссыз көбею жолдарында? Жынысты көбеюде. Топпен. Жарайсыңдар, екі топпада жарайсыңдар. Келесі. Неліктен жыныстық үдерістерде миоздық бөліну қажет? Неліктен топтарда миоздық бөліну қажет? Біз методты анықтама береміз. Миоздық бөліну
сияқты. топтың Иә. миоз сол гаметалар арқылы бөлінеді. Миоз аналық және ол барлық денеде 46 хромосома болады. Оның жартысы ал жыныс жасушасында 23 хромосома болады. Аталық пен аналықтың қосындысы 46 жасушаны береді, 46 хромосоманы береді. Яғни олар 4 гамета жасушасына бөлініп 2 есе азайып 23 хромосома болып көбейеді. Көбею сатысы болып есептеледі. Келесі. Хромосомалар гаплоидты және диплоидты жиынтығы дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Гаплоидты және диплоидты жиынтығы дегеніміз. Көбею сатысы. Гаплоидты, диплоидты сатысы дегеніміз не? Гипоидты деген жасушалары гаметалардан метоздық бөлінетін Екінші топ. аналық жасуша мен аталық сперматозоидтың қосылу нәтижесінде диплоидтық жиынтық шығады. Ал гаплоидты дегеніміз 4 жасуша түседі. Екінші топ. Гаплоидты хромосомалық жыныс жасушалары гаметалар миоздық бөлінудің әдісі нәтижесінде түзіледі. Иә. 4 түзіледі. Сонымен балалар, сіздерге сұрақ қоя отырып, біз қандай бөлімге өттік? Көбею бөлімі тек қана миоздан шектеліп қалмайды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз разалардың көбею түрлері. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз разалардың көбею түрлері. Сабақтың мақсаты ағзалардың көбею формаларын білу, жыныссыз көбеюдің түрлерін білу, жынысты көбеюдің түрлерін білу, жынысты көбеюдің ерекшеліктерін анықтап білу. Балалар, сабақты мұқият тыңдаймыз. Сіздерге қазір тапсырма беріледі. Сол тапсырма осы біздің бүгінгі мақсатқа сәйкес тапсырмаларды орындау барысында біз мақсатқа жетуіміз керек. Ал мен сіздерге сұрақ қояйын. Миоздан басқа қандай көбею сатыларын білеміз? Амиоз. Тағы жыныстық және жыныссыз, тағы да бөлшектену, тағы жарайсыздар. 7-ші сыныпта өткен болатынбыз. Партогенез. Тағы да кім айтады? Тану, иә. Тағы да бөлшектену, иә. Жарайсыздар. Тағы да көбею, иә, қош жынысты көбею түрлерін білеміз. Жарайсыздар. Біздің бүгінгі сабақта сіздерге мына көбеюдің түрлерімен таныстырып, яғни сіздер қазір атап өттіңіздер. Біздің атап өткен көбею түрлері жынысты, жыныссыз көбею түрлеріне біз ажыратып білу керекпіз. Түсіндіңіздер ме? Ол барлығы бірдей жүрмейді. Мінекей, жыныссыз көбею түрлерінде, яғни ол жыныссыз көбею түрлерінде гаметалар түзілмейді. Естеріңізде болсын. Гаметалар түзілмейді. Онда бір ғана ағза қатысады. Яғни бөлшектену, өзберлену, вегетативті бұл жыныссыз көбею түрлерінде жатады. Солай ма? Келесі, жынысты көбею түрлері. Өздеріңіз атағандай гамета жыныс жасушасы дедіңіздер. Міне, гаметалар түзіледі, аталықты, аналықты, және осы ағзалардың қатысымен ғана жүреді. Екі аналық және аталықтың
қатысымен ғана келеді. Түсінікті ме? Ал бұл жынысты көбеюге ұрықтану, яғни партеногенез жатады екен. Міне, қазір біздер ажырата алуымыз керек тасқына барысында. Енді бүршіктену дегеніміз не? Бүршіктену дегеніміз мына суретке зер сала қарасаңыздар, яғни сіздер 7-ші сыныпта да өтіп кеттіңіздер. Кішкене біз танысып алғанбыз. Аналық организм денесінде бүршіктені, яғни томпиған өсімдік пайда болады да, одан жаңа ағза өсіп жетіледі. Балалар білесіздер ме? Қазір міне көктем айы. Бүршіктеніп жатыр ма біздің ағаштарымыз? Иә. Бүршіктену деген не екенін түсінеміз ғой? Міне бұл жыныссыз көбеюдің бір түрі. Яғни анықтамасы. Зер салыңыздар. Анықтамасын біз қайта айтуымыз мүмкін, сіздерге сұрақ барысында келеді. Кезінде аналық организм денесінде бүршіктеніп, томпиған өсімдік пайда болады да, одан жаңа ағза өсіп шығады. Ол бүршіктенуден кейбір өсімдіктерде жапырақ шығады, кейбір өсімдіктерден гүл шығады. Дұрыс па? Өзбелену, фрагментация. Бұл ересек дарақтың жеке үзбелері арқылы көбею жолдары. Яғни міне сіздерге ересек дарақ деп отырған сөз, енді ол өркеннен ары қарай дамыған, үзбелену арқылы көбею жолы екен. Ары қарай вегетативті. Біз бұл вегетативті көбею жолдарымен өте жақсы таныспыз. 7-ші сыныпта өткен болатынбыз. Яғни, бұл жерде суретке қарай отырып, оның анықтамасын тауып алуымызға болады. Өсімдердің тамыры, сабағы, жапырағы арқылы көбейетін өсімдіктерді біз вегетативті өсімдіктер дейміз. Қандай? Несі арқылы? Тамыры, жарайсыз. Енді ұрықтану. Қазіргі таңда біздің көбею бөлімін өтіп жатырмыз. Біз ары қарай енді ұрықтануды жалғастырамыз. Ұрықтану, яғни біздің жынысты көбею. Біз жаңа бөлікті көбеюді жыныссыз және жынысты дедік. Енді жынысты көбею. Ата-ана жыныс жасушаларының ядролардың қосылу арқылы жұмыртқаның дамып жетуіне жағдайын тууы, ұрықтану деп атайды. Ата және аналық жыныс жасушаларының қосылуы арқылы пайда болатын жұмыртқаның дамып жетілуі. Яғни бұл жерде тұқым мүшігі, жұмыртқа жасушасы, ақталық, аналық одан ең ірі жасуша. Ұрықтану дегеніміз осы болды. Партеногенез кімдердің арасында қай жерлерде қалай көбейеді? Партеногенез. Яғни партеногенездің аудармасы генезис, туу, партенез, қыз. Яғни оның мәні ұрықтанбаған жұмыртқа жасушадан жаңа аналық ағзаның дамуы, қыздың тууы. Түсінікті ме? Бұл жерде әрекет табиғатта өсімдіктер мен жануарлардың көптеген түрлерінде кездеседі. Мінекей, жануарлар біздерге беріп қойған. Ара бар бұл жерде, мына жерде кесірткелер бар. Мына осылардың арасында болатын көбею жолдары. Сіздерге мен айтқан жыныс және жыныс көбею айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жазып шығуымыз керек. Жеке жұмыс. Тек айырмашылықтармен несін жазыңдар, ұқсастықтарын. Анықтама керек емес. Көбеюге қатыса алады ма? Жынысты да жыныссыз. Иә. Бұл ұқсастық па? Ұқсастық. Айырмашылық ше? Айырмашылық ол біреуі жынысты көбейтсе, екінші жыныссыз көбейеді. Иә. Солай жазамыз. Анықтама керек емес. Тек айырмашылықты ұқсастығын жазамыз.
Албаңlar ұқсастар мен айырмашылықтарын ажырата біледі ме? Иә. Кәнде көрген жұмыс жасашы. Жынысты жылмен көбеюіне гамета түзілмейді. Гамета түзіледі. Жынысты көбею жасуша ұрықтар үдерісіне қатысады. Табиғатта партагенде және өзге ұрықтар жолдары кездеседі. Жыныссыз көбеюіне гамета түзілмейді. Жыныссыз көбейді ұрықтар үдерісіне қатысады. Бөлшектелу және бөлшектелу жолы кездеседі. Жарайсың. Көреді, келеді. ұқсастығы болса екеуі де көбею түрде жатады. Және де екеуі де тірі ағзаларды көбею түрде. Жарайсың. Керемет. Жыныссыз көбею ол ең алғашқы пайда болған көбеюдің түрі. Оған негізінен бактериялар, яғни прокариоттар қатысады. Bir жасуша. Иә, оларда гаметалар түзілмейді. Жарайсың, керемет. Тағы. Нұриден. Жыныссыз көбею бұршақ артық көбейеді. Және олар жыныссыз көбейеді. Ол бактерияларды жатсынуға болады. Жынысты көбею аталыммен айналығы арқылы көбейеді. Және олар жыныс арқылы көбейеді. Ұқсастығы екеуі де көбею түріне жатады, екеуі де тірі ағза. Екеуі тірі ағза. Жынысты көбею айналып жасушаның түрілуі екі жас жасушаның хромосомында өзгереді. Хромосома сандарын өзгеруде, иә? Жарайсың, керемет. Жыныссыз көбею. Бүршіктеудің тамыры, сабағы, жапырағы арқылы көбею. Молодец, жарайсың. Жынысты жолмен көбейгенде көбейтті хромосомалы гаметалар түзелмейді. Бұл жыныс жасушалары ұрықтану үдерісіне қатыспайды. Гаметалар түзелмейді, жыныстық жолмен көбейеді. Ал жынысты гамета түзеледі, жыныстық көбейеді. Ал айырмашылық екеуі тірі ағзалардан түзеледі. Жарайсың, керемет. Екінші топ. Жынысты көбею үйел арқылы көбейеді, гаметалар түзіледі, жыныс жасушасы арқылы көбейеді, мысалы ұрықтану арқылы, партогенез арқылы. Ал жынысты көбеюден қарағанда ерте пайда болған гаметалар түзілмейді, олар жыныссыз бөлінеді. Мысалы, Гаметалар түзілмейді, бір ғана жасуша болған екен. олар жыныссыз бөлінеді, мысалы бөлшектену арқылы және митоз арқылы. Жарайсың. Жынысты жыныссыз көбеюдің айырмашылығының ұқсастықтары. Жынысты көбеюде миоз, жыныссыз көбеюде митоз. Екеуінде де көбеюі үдерісі болады. Және екеуінде де гаметалар болады, бірақ жыныссыз көбеюде бір ғана жасуша болады. Жынысты көбеюде хлорда және көбейеді. Яғни бір жасушалы. Бір жасушалы болады. Жарайсың. Жынысы және жыныссыз көбеюдің айырмашылығымен ұқсастығы. Айырмашылығы бірі жынысты көбейсе, екіншісі жыныссыз көбейеді. Бірінің аталығы мен аналығы болса, ал екіншісі бір жасушалар және бөлшектену арқылы жүзеге асырылады. Тек қана бөлшектену арқылы ма, тағы қалай қосуға болады? Бөлшектену және бөлшектену бір жасушалар болады. Бөлшектену және вегетативті. Екеуі де тірі ағза, екеуі де көбею жүзеге асырылады. Жыныстыда гамета түзілсе, жыныстыда гамета түзілмейді. Жарайсың, керемет. Азамат? Екеуінде бөлшек көбею түріне жатады. Айырмашылығы
болып бөлінеді. Ал жыныстыда гаметалар түзіледі, жыныстыда гаметалар түзілмейді. Бірақтан бір ғана жарайсың. Керемет. Жынысты ол жыныстық жолмен көбейгенде хромосома гаметалар түзілмейді. Ол жынысты жасуша, жынысты гаметалар түзіледі. Жыныстыда гаметалар түзілмейді. Ода бір жасушалы, Жыныс жасушаларында, жынысты көбеюде гаметалар түзілмей ма, балалар? түзілмейді бір Жынысты. Гаметалар түзіледі. Гаметалар түзілмейді ма, аталықта аналықтың қосылуынан болмай ма? Қарай. жыныссыз көбейгенде жыныс жасушалары гаметалар түзілмейді. Жануарлардың жыныссыз көбеюі жолы амеба, жасыл, эпигены сияқты жәндіктермен бірге өсімдіктерден хромосомалы хроматодтармен және осы жолмен көбейеді. Екеуі де көбею жиі ағзаларға жатады. Жақсы. Мирас. Жынысты көбею митоз арқылы көбеюге жатады. Гамета түзіледі, жыныстық жасушасы арқылы көбейеді. Мысал Дұрыс, молодец, жақсы жарайсың. Сантана келесіз ба? жынысты көбеюге қарағанда ерте пайда болған. Гамета түзілмейді. Олардың жынсыз көбейеді. Мысалы, бөлшектен. Бөлшектен арқылы. Және Жақсы, жарайсың. Жақсы. Ал енді балалар дәптерімізді ашамыз. Дәптермен жұмыс. Дәптермен жұмыс. Дегенімізде осы термин сөздерінің, осы сөздердің анықтамасын жазамыз. Дәптермен жұмыс, анықтаманы тезде жазайық. Тоқтану дегеніміз не? Аларыңа мен парақ қойдым. Екінші тапсырма бойынша қараңыздар, екінші тапсырма бойынша пікір парағы сіздерге берді. Әр оқушы бүгін өткен сабақтан өз пікірін жазады. Әр оқушы. Мынау парақтарға, алдарыңызда тұрған парақтарға бүгін сабақтан не алдыңыздар? Сіздер топтарыңыз жазасыздар. Сіздердің топтарыңызға жазасыздар. Сөйтіп пікірлеріңізді бір-бірлеріңізбен алмасасыздар. Түсінікті ма? Мына жерге мен парақ қойдым мінекей. Мынаға пікірлеріңізді жазасыздар. Әр қайсыңыз топта 6 оқушы болатын болса, 6-ауыңыздың пікірлеріңізді сіздер де солай. Бүгін сабақтан не алдыңыздар? Қандай мағлұмат алдыңыздар? Нені түсіндіңіздер? Сіздерге қандай жағдаят қызық болды? Бар, көші әдісі арқылы бір-бірімізбен алмасамыз. Тоқтырамыз.
жеті, әр оқушы. Сосын алмасамыз. Өздеріңіз не түсіндіңіздер? Я оқулықтан. Жаңа неден емес, өздеріңіз не түсіндіңіздер? Бүгін тірі ағзалардың көбею түрлері бойынша қандай түрлерін білдік? Қалай көбейеді екен? Көбею жолдары не арқылы көбейеді екен? Жалпы кімдер көбейеді? Тірі ағзаларға тән қасиеті көбею, дұрыс па? Al, bakalım paraşalarımızı. Екі топ. Әнекей бүгінгі біздің тапсырма бойынша бір кілем дуғыш. Бүгінгі сабақ керемет өтті. Бүгінгі сабақты жаңа керемет сөздермен бөлдік. Бүгінгі сабақ Бүгінгі сабақ өте оңай болды. Көбею түрі ағзаларға дәл қасиет. Мен көбею туралы тағы да көп ақпарат жеткізеді. Сабақ өте көңілді өтті. Жынысты мен жынысыз түрлерін үйреттік. Жалпы көбею түрі ағзаларға тән қасиет. Сабақ күшті көңіл күйде өтті. Апайға рахмет.